Сонымен құрметті телекөрермен көптен күткен қадірлі қонақтарымыз келіп жайғасты студияда. Ал енді дәстүр бойынша әріптесім таныстырып өтсін. Иә, біздің студиямыздың қадірлі қонақтарымен таныс болыңыздар. Қымбатты көрермен, Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының көркемдік жетекшісі Фархатбек Канафин мырза. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Алиям Ибдима Минова, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мухиддин Варисов мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Алдымен шырайлы Шымқалаға, гүлденген Гүлқалаға қош келіп жатсыздар. Одан кейін күні кеше жаңа айтып жатырмыз, Шымкентте үлкен фестиваль өтіп жатыр. Мына Шымкент Думан Республикалық әзіл-сықақ осы Думанда фестиваліне қатысушы үлкен театр. Ал енді дәл осы бүгінгі театрмен танысамыз. Егер сауалдарыңыз болса, 53-94-72 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Біз енді қонақтарымыздан сұрап алайық. Алыстан ат терлетіп Алматы қаласынан келіп отыр. Қалай жеттіңіздер деп сұрағымыз келеді. Шаршамадыңыздар ма? Шымкентке келулеріңіз алғаш рет, әлде бұған дейін келдіңіздер ме? Жалпы біздің біз енді бүгін қош көрдік. Бүгінгі жалпы күлкі күні құтты болсын. Және осы керемет Шымкент Думан атты Көпен ағамыздың 75 жылдың арналған Республикалық әзіл-сықақ фестивалінің ұйымдастырушыларына, Шымкент қаласының әкімдігіне, мәдениет басқармасына, Шымкент қалалық әзіл-сықақ және сатира театрына көптен рахмет айтамыз. Бұл енді біздің театрымыз әлемдегі жалғыз театр, осындай деңгейдегі. Сондықтан енді бұл енді бір 10 шақты жылдың жүзі болды, 10 шақты жылдан кейін біз ал енді мынандай әзіл-сықақ фестиваліне тұңғыш рет келіп отырмыз. Бұл енді гастрольдік жағдаймен келсек, қазір енді осындай әзіл-сықақ фестиваліне тұңғыш рет келіп отырмыз. Тұңғыш рет, иә. Сезімде басқа болып отқан шығар, иә? Тұңғыш мәрте. Сезім өте бір әсерлі, күшті болды. Ұжымдастыру, қарсы алулары өте бір басқаша болды. Содан кейін енді осы күлкі, бір күлкі адам баласының өмірін 10 күнге өзартады дейді. Рас айтасыз. Бүгінде өзі бір күлкі күні екен, сол бір мейрамға бір әдейі бір солай жасағандай фестиваль солай болып, енді біздің марқұм сол Қазақстан қызмет көрсеткен өнер саласында біздің үлкен ұстаздарымыз дүниеден өткен Рұқиям Сатарова, Махмуджан Дараев, қазір біздің театрымыздың анасы Рейхангүл Махбирова деген ұстазымыз бар. Халық әртісі жақында ғана үлкен бір мәртебе болды өз үшін. Сол аналарымыздың арқасы. Одан кейін осы біздің ұстаздарымыз, қазіргі жастардікі актер саласында сабақ берген Шамиев Ялқынжан Ахметолла, Гүлбахар Ахмадиева, Абдырым қызы, Гүлнара Саидова, Үсіпжан қызы. Сол үлкен апаларымыз, ұстаздарымыз арқасында бір үлкен Қазақстандағы осы Бауыржан ағаларымыз, Жүсіп ағамыз, Уәлибек ағаларымызды біз шыннан кішкентайымыздан көріп бір әсер алып, сабақ алып келгенбіз ғой. Соны жүзбе-жүз көрісіп, бізге сахна жолдарын тағы бір айтып, солардың алдында сахнада өнер көрсетті. Суретке түсіп бір әсер болды да біз үшін. Шымкент қаласына осы бірінші сапар емес, алдында біз Ялқынжан Ахметовичтің бастауымен үлкен бір спектакльдармен үлкен сахналарға келіп, бір әсер алып қайтқанбыз. Өзгеріс Шымкентте басқаша. Қазір мына жолда келіп жатырып, мына жерде фонтандарды көріп, біз мына жерде басқаша Дубай деп өзіміз сурет түсеміз деп жатырмыз қазір. Енді өнер адамдар үшін фестивальға келіп, актерларды көріп, бір-бірімізбен байланыс жасау, бір-біріміздің өнерлерін көру, ол біз үшін бір үлкен сабақ. Сондықтан осындай фестивальдар бола берсе, біз келе берсек. Өте дұрыс айтып жатсыз. Енді Алиям ханым, сіз де өзіңіздің сезіміңізбен, толқынысыңызбен бөлісіңізші. Мынау жаңа айтып жатырмыз, алғаш рет фестивальге келулеріңіз, Шымкентке бұған дейін келген екенсіздер. Бірақ енді бұл фестивальдің де өзіндік орны бар, ерекшелігі. Өзіңіз айтып өтсеңіз. Менің Жүгенов атындағы академияны бітіргеніме 25 жыл болыпты, жұмыс істеп жатқаныма ұйғыр театрында.
мен енді драматический актриса болғаннан кейін осы әзіл-сықақ тәбәссүм программасына қатысып жатқаныма 1 жылдай болды. Өзімді сол жағынан сынап көріп, оған себепші болған Сахибам Нұрозова апайымыз біздің қазір миниатюра істеп жатқан, бізге жол жорық көрсетіп жатқан. Сол кісінің арқасымен сол 1 жылдай болды осы салада өзімді де сынап жатырмын. Сол немен осы жақында Фарқатбек мырзаның басшылығымен осы әзіл-сықақ театрына келіп, Жүсіпбек аға, Жүсіп аға, Уәлибек аға, Бауыржан ағалардың алдында олар жюрида отырғаннан кейін сынақтан өту дей ма? Бізге, конечно, не болды? Ауыр болды енді. Ауыр болғанда қиналдық та енді қалай болады екен. Үлкен жауапкершілігіміз не болды ғой? Үлкен болды. Сондай Шымқалаға келіп, осындай бүгінгі концертпен жалғасып, фестивалға қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Жақсы. Сіздер енді қандай қойылымдарыңызбен келдіңіздер? Қойылымдар енді бізде ұйғыр тілінде болған. Оны біз қазақ тіліне ауыстырып, қазақпен бір үйлестіріп, Қазақстан осы бір ассамблеяның енді үлкен бір тойланып жатыр ғой. Қаншама халық өкілдері осы Қазақстанда бір үйдің балаларындай бір жерде тәту өмір сүріп келеміз. Қазақстанның өзі біз үшін бір достық пен берекенің бір алтын бесік сияқты менің отаным. Сондықтан да біз мынау емін еркін сахналарда жүріп, өзіміздің өнермен келіп жатырмыз ғой. Бұл жерде біздің театрда бағана Әлия ханым айтқандай ұстаздардан қалып үлкен бір қызмет етіп келіп жатқан әзіл-сықақ жолында бізде әзіл күлкі конкурсының лауреаты сол Сахиба Нұрозова жұмыс істеп сахнаға алып шықты. Енді авторлары біздің миниатюраларда бұл жерде туған күн сюрприз. Ол миниатюрада адам баласы мысалы көп сөйлеп бізде ұйғырларда ғибат дейді. Өсек айтты. Сол өсектің артында үлкен бір жаман жолдардың бар екенін көрсететін бір миниатюрада. Сол үзіндісін бір көрсек қалай қарайсыздар? Сол қойылымнан үзінді тамашаласақ. Ол миниатюра, массовый миниатюра, ол жерде мен ойлаймын. Жақсы. Осы фестивальдің өзі Көпен атамыздың 75 жылдығына орай ұйымдастырылып жатыр ғой. Сол Көпен ағамыздың сатираға қара сөз, бізде қара сөз дейді ғой, сатир жазылған сөздермен жасаған бір өнеріміз бар. Миниатюрада. Ол миниатюраны біз именно сол неге алып шыққанбыз фестивальға. Бір қосылым Әлия ханым екеуміз айтсақ. Мүмкін болса, тосыннан болып отыр қазір. Әрине, оу, халайық, бетімізге қарайық. Беттің арын бес төккен жігітің бар, шалың бар. Ұяттарың болмаса, ұят сатып алыңдар. Ұят сатам, ұят деген кезде Әлия ханым шығып келеді. Ағай, женский ұят табыла ма? Бар ғой. Өлі, ауызы басы айғыз, мынау біреу қай қыз, ұятың қайда? Ұят жағынан ұяттымын, ағай. Қытығың қанша? Құрыды. Беттің қызыл қайда? Ағай, бүгін боянбадым. Себебі сәскеге де оянбадым. Біттім. Басым бос, күйеуден шықтым. Неге? Енемнің екі аяғын бір етікке тықтым. Себеп? Қақпас тіпті қырмайды, қазанның да қаспағым. Өзің қырсаң қолың сына ма? Ой, желкем ауырлап, жалқаулана бастадым. Әттең ай, бекер болған, бекер. Ана күйеуіңші не деді? Еркек емес бе? Айтты. Ұят болады, қой деді. Қойдың ба? Қоймадым. Күйеусіз де күн көрем деп ойладым. Бүгін көңілім күпті. Көп ұстаған қуыршақтай ұйпалағым шықты. Бекер болған, бекер. Мәс саған 1 килограмм ұят. Бір кеуден шыққанға 1 килода жетер. Бәрекелді. Мынау енді расында да қазіргі қоғамда болып жатқан өзекті мәселелердің бірі десек те болады. Енді ене мен келін мынау отбасылық жағдайға қатысты осындай өзекті проблемаларды жиі қозғап тұрасыздар. Бұл бүгін? Әлде? Бүгін де болатын шығар, енді Алла бұйырса. Бұл фестивальда болды. Көпен ағамыздікі бұл үлкен бір кітапша. Ол кітапты ақтарып ұзын емес, қысқа емес, бір мағыналы бір нәрсе, дүние, үлкен бір дүние деп алдық. Оны еще біз ұйғыр театрында, сол өзіміздің ұйғыр тілінде бір басқаша миниатюра алып шығамыз еді Көпен ағамыздікі. Бүгін де қызыққа толы болайын деп тұр ғой. Бұл жерде қара сөзбен сол өзің нағыз жазылған бойынша алып келдік та бұл. Бұл жерде арақ ішіп ұятын жоғалтқан адамға ұят сату, өсек айтқан адамға ұят сату, парақор, осындай бір қыздардың мысалы қарындастарымыздың
басқа жолдармен келіп жатқаны, түсіп қалғаны, ұят керек болып тұрғаны, ұятты сатқан адамдың өзі тұрып соңында айтатын анау енді ұятты сатып бай болып жүргенше арымызды биік ұстап адам болып жүрейік деп енді Фархат ағамыз сол сөзді қосып не қылайық деп ақылдасып Фархат ағамыз керемет, иә? қосқанбыз. Жақсы, Фархат мырза, енді мына өздеріңіздің театрларыңыздың жеткен жетістіктері туралы сұрағым келіп отыр. Жаңа музыкалық, комедиялық жанр деп жатырмыз. Осы бір ара жігін ашып өзіңіз айтып берсеңіз, иә, құрамында қандай әртістер бар, қандай жеткен жетістіктеріңіз бар, осы төңірегін айтып өтсеңіз. Енді біздің театрымыз жаңа айттық қой, Құдыс Қожамияр атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыка комедия театры әлемдегі жалғыз ұйғыр театры. Осындай өзінің ерекшелігі бар. Және біздің театрымыз 4 бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі осы драма тобы, осы біздің құрметті актерларымыз. Одан кейінгі Рухсара деген бізде балет тобы бар. Гүлнара Сайтова деген ханым құрған. Сонымен қатар Нава деген фольклорлық ансамбль, оркестр бар. Сонымен қатар Сада деген эстрадалық топ бар. Осы 4 шығармашылық бағытта жұмыс жасайды. Былтыр театрымыз 90 жылдығын тойлап өтті. Театрымыз 1934 жылы 24 қыркүйекте Жалал Асемов пен Абдулхай Садыровтың Анархан деген спектаклімен ашылған болатын. Тұңғыш рет. Тұңғыш рет, иә. Сол Анархан спектаклімен біз енді осы театр маусымын жабамыз. Ол бізде үнемі репертуарда классикалық қойылым. Ал енді музыкалық комедия дейтін бұл өте бір күрделі жанр. Біздің театр осы музыкалық комедия театры болғаннан кейін осы жанрды бағытты ұстауға тырысады. Бізде мысалы жаңағыдай Узейр Аджибековтің Ашын Малан деген музыкалық комедиясы бар, Азербайжан халқының. Сонымен қатар осы Мұхиддиндер ойнайтын Баққожа Мұхай ағамыздың Мәжін жігітлер, Сергелдің болған серлер. Сондай комедиямыз бар. Және бізде Тәбәссүм ойын-сауық бағдарламасы, ол енді бізде келесі жылы Тәбәссүмге 40 жыл толады. Осы Тәбәссүм негізін қалаған Махмұд Тараев ағамыз, қазіргі біздің театрымыздың халық әртісі Рихангүл Мақберова апайымыз, сосын Руқиям Сатарова деген үлкен сахнаның алыптары кезінде іргесін қалаған болатын. Біздің өзіміздің ұстазымыз жаңағы Мұхитжан Иземов деген тамаша режиссер, актер ағаларымыз. Бұл Тәбәссүм жылына 2 рет ойналады. Жаңағы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні және жаңа жыл мерекесіне орай. Бұл жерде біздің жалпы театрымызда 180 адам жұмыс жасайды. Оның ішінде бізде 35 актеріміз бар. Жаңағы Рухсара балет тобы 20 адам, және Нава ансамблі 20 адам, және 10-ға жуық Сада ансамблі бар, эстрадалық. Енді Тәбәссүм ойын-сауық бағдарламасында біздің енді актерлар драмалық қой, енді драма. 35 актердің 6-ауы. Осы 6-ауы өйткені қалған актерларымыз, 29 актеріміз енді театр репертуарындағы комедия, драма, ертегілерге қатысады. Ал енді миниатюра, әзіл-сықақ ойнау бұл оңай емес. Өте күрделі. Сондықтан осы біздің Әлем ханым бар, Мұхиддин, және біздің жаңағы осында Шымқалаға келген әріптестеріміз Шоқрат Мамедов, Құдырат Юсупов, жағдай біздің тамаша Үмітжан Қасымов деген жақсы Суқрат Низамдуов деген жақсы актерларымыз бар. Осы 6 актеріміз жаңағыдай Тәбәссүм ойын-сауық кешінде миниатюраларды ойнайды. Негізі көрермен сол Тәбәссүм ойын-сауық кешіне миниатюра үшін келеді. Яғни әзіл-сықақ жаңағы скетч негізі. Енді ол Тәбәссүмда негізгі осы миниатюраға құрылып, ал одан бөлек арасында жаңағы билер бар. Ұйғыр биі, қазақ биі, түрік биі, татар биі деген сияқты заманауи билер. Сосын жаңағы халықтық әндер, жаңағыдай мысалы ұйғыр халқының әдемі әндері бар, тамаша. Мұқам, 12 мұқам деген білесіздер, мына біріккен ұлттар ұйымы ЮНЕСКО. ЮНЕСКО-ның тізіміне кірген. Материалдық емес байлық тізіміне. Бізде сол спектакльдермен қатар, мысалы 12 мұқамның бізде 8 сахналанған. Оған бұл мұқам жанды дауысты орындалады. Ол жерге осы Нава ансамблі, Рухсара және біздің актерларымыз қатысады. Көрермен әрдайым көп келеді. Және біз осы Алматыда орналасқан, Алматының орталығында орналасқан бір жақсы ғимаратымыз бар. Және былтыр театрымыздың 90 жылдығында біздің театрлардың тұңғыш рет фестиваль ұйымдастырдық. Фестиваль именно музыкалық қойылымдардың фестивалі болды. Ерекшелігі сол болды ғой. Ерекшелігі сол болды. Ол жерде мысалы енді мынау нағыз театрлардың Әкем театры дейді ғой. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры біздің сахнамызда өнер көрсетті. Фестиваль талабы бойынша.
жаңағы әйгілі Мұхтар Әуезовтің Қыз жібек қойылымын көрсетті. Қоюшы режиссер Ерік Нұрсұлтан, сонымен қатар Алатау дәстүрлі өнер театры бар Алматыда. Сол театр тоже Мұхаңның Айма Шолпан музыкалық комедиясын көрсетті. Режиссер Жұлдызбек Жаманбай және Асанәлі Әшім өнер тарланы, КСР халық әртісі, Қазақстанның тарлан сыйлығының лауреаты Асанәлі Әшім ағамыздың жетекшілігіндегі Жаңа ғасыр деген сол кісінің шәкірттерінің театры бар. Сол театрда біздің фестивальдің шаш бауын көтеріп, соңғы қоңырау деген бір әдемі қойылым көрсетті. Және біздің әріптестеріміз Алматыда Корей, республикалық Корей драма театры бар. Ол ұжымда келіп біздің сахнамызда өздерінің бір фольклорлық «Легко любить королевой» деген қойылым көрсетсе, ал біздің ұжым өзіміздің дәстүрлі Анархан спектакльмен театрымыз соның ашылған ғой, фестивалімізді ашты. 34-ші жылдан. Мінекей осындай 6 театр қатысқан бір былтыр бір жақсы фестиваль болды. Сондықтан біз осындай бүгінгі шырайлы Шымқалаға келгенімізге қуаныштымыз. Сіздерге рахмет. Біз қуана кеттік. Кеше біз арнайы мәдениет басқармасымен хабарласып, мүмкіндігінше осы қадірлі қонақтарымызды, алыстан келген қадірлі қонақтарымызды шақырайық деп едік. Таңдау сіздерге түсті. Кеше өзіңізбен хабарластық, қуана керемет болар еді дедік. Енді қараңызшы, жаңа Мұхидин мырза айтты, 1 сәуір осы күлкі күнімен тұспа-тұс келіп отыр бүгін бәрі. Енді күлкі күні, бұл күнді 1 апрель деп жатамыз, бұған дейін мынау бір-бірімізді алдау мақсатында болды, бірақ кейінгі осы 5 жылдың көлемінде мүлде олай емес. Күлкіні қайта бір-бірімізге әзілдесіп, бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау керектігін алмастырып жатырмыз. Жаңа айтып жатырмыз, комедиялық жанрда екеуіңізде сахнаға шыққанда халықты күлдіру аса қиын екендігі белгілі ғой. Осының көреген не айтар едіңіздер? Күлдіру әрине біздің Махмуджан Дараев деген ұстазымыз айтатын. Самый серьезный актер — это клоун. Өзі жылайды, халық күледі дейді. Ал мысалы күлкі деген кезде шығып, оны жасай беру деген ол не емес. Ол жерде мысалы өзің күлмейсің, саған қарап сенің әрекетің, қимылың, сенің айтуың. Осы фестивальдің өзінде де Бауыржан ағаларымыз сондай не болады. Профессионально өзінің деңгейі, кәсіп деңгейі өте жоғары, жақсы деп бір баға берді. Ол жерде әрбір сөзден кейін сөздің партнерский отношение бір-бірге болған. И күлкінің мынандай бір жері бар сахнада. Мысалы, оны жұмыс істейміз, бірақ сол мысалы қызық жерін сол моменттен өткізіп айтсаң кетіп қалады. Сол мезетте. Оның алдында айтып қойсаң кетпей қалады. Көрермен деген сондай да. Соны дәл кезіне келтіріп, содан кейін айтса, ол тыңдалады да. Дөп түсу керек қой. Күлкі болып жатқан кезде сахнада күлкіні төбесінен айтып күлуге болмайды мысалы. Сондай бір нәрселер бар да. Мына жерде қызық болып жатқан кезде, ана жерде халық күліп, соны бір энергия кетіп жатқан кезде, сол жерде сол моментте жасау керек. Адам баласы өмір сүру керек. Сол моментте переживаниемен кәдімгі өмірге ол бір неге секунд. Ол ұзақ емес, қысқа емес. И следующий нәрсе кетеді да. Кезінде төбесіне ұра салатын, мысалы, самодеятельность деп қоймыз ғой, енді бір інішектеріміз мысалы шығып не болатса, күлкінің төбесіне айтып қояды. Күлкінің төбесіне кетіп қалады. Тура түспей жатады. Халық күліп жатқан кезде элементарно біз бір сөз айтсақ, одан кейін не деді деп қалады да. Сондықтан күлкі басылып тұрғанда сөздерін айтып, отношение солай жасап. Ол үшін көрерменді сезу керек қой дейсіз ғой. Ол сезіну. Сезіну ғой. Энергетика көрермендің сезініп тұруы. Күлкінің бір нәрсесі, мысалы драма, трагедияның әртүрлі жанрда, мысалы спектакль жүріп жатса, ол стабильно өзінің несімен жүре береді ғой, мысалы қандай бағытта екен. Миниатюраны алып жүретін халықтың энергетикасы. Бұлай тұру керек қой, күлдіріп отырып, Ал халықтың өзі ашылып отырса, бір қошаметтеп отырса, әртіс деген ашылып өзіңнің сахнада бір кішкентай бір өмірді сүріп қана кезінде бір сахнадан шыққың келмейтін бір уақыттар болып қалады. Жүріп отырса. Сол миниатюраны, сол энергетикамен шыққанда басқа жерде басқаша бір болып қалса, болмаса көрермен болмай қалса, ол миниатюра сол уже тезірек темпін ұруға тырысамыз, өтіп кетуге. Егер күлкі болып жатса, ол халық күліп қошамет отырса, ол моментті біз жасауға тырысамыз сахнада.
өмір сүруге тырысамыз. Сол алып жүретін миниатюра. Мүмкіндікті ұстап қалу керек қой дер кезінде. Али ханым, сізге комедиялық жанр қалай? Өз төңірегінде айтып өтсеңіз. Маған да мен айтып жатырмын, драматический Иә, актриса соны болғаннан айтып кейін жатқан маған айтады да, мен білем енді, маған да айтады, халықты жылату оңай, күлдіру қиын дейтін ғой. Сол себепті енді айтып жатырмын, жаңадан кеп қосылғаннан кейін, действительно Мұхиддин мырза айтқандай, күлдіру қиын екен. Былай деп айта салу ол не емес та. Бірақ қолыңыздан келді ғой. Келді деп ойлаймын енді. Дальнейшем жақсы істеп, осы алдымыздағы тәтелерімізден, Мұхиддин мырзалардан бір-бірімізбен қазір келгенімізде осы фестивальға алдымыздағы біз аңсап бетпе-бет көрісіп Уәлибек ағалармен солармен араласып бір опыт алмастырып көріп кішкене тәжірибе алмастырып қасымыздағы театрлармен араластырып кейін дальнейшем жақсы болады деп ойлаймын, өзімде кішкене жұмыс істеп өз үстімнен. Жақсы. Енді былай, әртістер студияға келіп отқаннан кейін біз міндетті түрде жаңа алдында Шынар қолқа салды, тағы да бір музыкалық дегеннен кейін соның астын сызып отырмыз біз музыкалық жанрда. Я болмаса бір ұйғыр тілінде бір ән айтып берсеңіздер тіптен керемет болар еді. Аршын Малан спектаклінде Сұлтанбек сюжетін барлық халқымыз жақсы біледі ғой, сюжет. Ол жерде жақсы көріп қалады ана өзінің ауласына кіріп қалған Аршын Маланның кішік апысы. Оның ұйғыр тілінде сол музыканы кіріп бір ат алдым, әриян чаптым, кәл алай мәлләгім тіл білмәс. Әр нә десең баш үстіге, кәл алай мәлләгім тіл білмәс. Aman aman ey, ot yaman ey, kәл алай мәлләгім тіл білмәс дегенде. Солай бір нәрселер бар. Жақсы. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Бізде қимай отырмыз, бірақ енді уақыт зымырап өтіп барады. Бізге берген уақытты өз мәресіне таяды. Бізде танысып, театрларыңыз туралы, ұжыммен танысқанымызға, жеткен жетістіктер туралы білгенімізге өте қатты қуаныштымыз. Көрермендер де қызығушылық танытып жатыр. Енді бүгінгі сұхбатты бір қорытындыласақ. Бүгінгі фестиваль туралы айтайық, театрларыңыз туралы айтайық. Одан кейін біз сұхбатты аяқтасақ, Фархат мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, біздің осы фестивальға келіп шақырту жіберіп, осы Шымкент қалалық Әзіл-Сықақ сатира театрына театр басшысы Бақдәулет Әмірқұлов ағамыз, сосын сатираның тарландары Уәлибек ағамыз, Жүсіп Ақшара ағаларымызға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Шымкент қаласының әкімдігіне, мәдениет басқармасына осындай фестивальді. Кеше бүкіл мысалы біздің осы актерларымыз, Алиям ханым, Мұхиддин мырза бәрі қуанып келдік те. Өткен бұндай Әзіл-Сықақ фестивалі өте сирек болады. Жүздеріңізден көрініп тұр, шаттанып тұрғандар. Сол біз ұжым, ар жақта бізде жаңағы 180 адам жұмыс істейді ұжым, барлығы бізге жаңағы баталарын беріп шығарып салды, үміттерін жаңағы үкілетіп. Ол кісілер де келгісі келген шығар. Келгісі келеді. Тақымдарын қысып отыр, уайымдап. Сондықтан біздің актерларға рахмет, жоғары деңгейде өнер көрсетіп, осы жюриде Бауыржан Ибрагимов ағаларымыз, Жүсіп ағамыз, Берік мырза, барлық осы Жұлдызай Дүйсенбиева ханым, бүкіл сатираның тарландарына мыңда бір алғысымыз зор. Енді біздің осы театрымыз осындай, негізі театр қай кезде өседі? Осындай фестивальдерге көбірек шықса, гастрольге шықса, театр өседі. Ол шығармашылық адам үшін, актер үшін, режиссер үшін, әнші үшін өте маңызды. Және осы Шырайлы Шымқаланың керемет өзінің жылы ауа райы да, өзінің халқы өте қонақжай, жылы жүзді. Сондай бір керемет өтіп жатыр. Тамаша, жақсы. Алия ханым, сіз не айтасыз? Қандай тілек айтасыз? Мен де Фархатбек мырзаның сөзіне қосыла отырып, өте қуаныштымын. Келіп осындай фестивальға қатысып жатқаныма қуаныштымын. Қазір енді айтып жатыр, көбісі қанша 80% жастар істеп жатыр ғой, жастар. Осы жастар барып көрсін, қатыссын, барлық жерге жастар жұмыс істесін деп, осы директорымыз, театрымыздың директоры Ділмұрат Бахаров мырзаға рахметімізді айтамыз. Қолдау көрсетіп жатқан. Бәрекелді. Мұхиддин мырза, өзіңіз қорытындыласаңыз. Қорытындағанда енді сіздерге рахмет айтқым келеді. Мысалы, осында үлкен халқымыз тамаша көріп отырған бір телеарна, өзіміз кішкентайымыздан көріп келіп жатқан. Сіздің жүздеріңізді біз постоянно телеарнадан көретініміз ғой. Сіздерден қазір сіздер бір үлкен құрметпен бізді шақырған кезде бізде жүгіріп дегенде келдік қой.
Өйткені сол сіздердің арқаларыңызда осы моментті пайдаланып дегендей халқыма рахмет айтам. Халық бар үшін, халық қолдап отқан үшін, бағаннан да шапалақтап театрларға келіп жатқан үшін өнер адамдары бар. Бұл өнердің шекарасы жоқ дейді өнерде. Өнер адамдары деген басқа бір дүние, басқа бір, мысалы, ұйғыр ұлтынікі, біздікі осы мәдениетімізді дамытып, өзіміз халқымызға жеткізіп келіп жатырмыз. Біздің театрымызда инглиз тілінде, қазақ тілінде, орыс тілінде солай синхронный переводтар жүріп отыр. Ол халық үшін. Халық келсе, сол жерге келіп, ұйғыр театрында, мысалы, бір өзінің бағасын беріп кетсе, біз үшін үлкен. Ол тек қана ұйғырлар үшін ғана емес қой ол жерде. Әртүрлі жеткен жетістік қой онда. Иә, үлкен халық өкілдері, қазірде бізде орыстан нелер келеді, қуанып қаламыз. Біз көріп тұрамыз барлығын. Ол біз үшін бір өте бір тәжірибелі, сол неді, жауапкершілік өте бір не сезінеміз да. Сондықтан мен халықты осы шақырғым келеді. Театрларға барайық, театрларға келіңіздер. Халық болмаса, халық келмесе, ол театр болмайды. Тамаша енді бүгінгі фестивальге. Мұхиддин мырза өте жақсы айтып кетті. Өнер расында да тілге, дінге, ұлтқа, тілге бөлінбейді. Өнер ортақ. Сондықтан енді уақыт бөліп, осындай тығыз графиктеріңізге қарамастан, таңғы уақытта бізге уақыт бөліп сұхбат бергендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз сіздеріңізге. Енді фестивальден жоғарғы орын алыңыздар, тек қана сәттілік тілейміз. Осындай шаттанып, шарықтап жүрген кезеңдеріңіз көп болсын деген тілек жолдаймыз. Құрметті телекөрермен, әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.